сөз бар. Жүргенге жүрген білінеді дейді. Осы сөздің айтылуын білсе де көбісі мағынасын білмей жатады. Жүргем деген не нәрсе? Жүргенге жүрген білінеді деген қайдан шыққан? Ендеше осы сөзді азды көпті тарқатып көрейік. Жүргем деген бір астың аты. Ас болғанда малдың ішегін, тікшек, ас шегін алып, жақсылап аударып, тазалап, тұздап, соны өріп жасайтын болған. Осы жүргемді қазақ көшкен кезде жұртындағы кетеді екен. Жолда келе жатқан жолаушы осы бір белдің арт жағында бір ауыл отырушы еді. Шөлдеп келеміз, шөлімізді басайық, ашық келеміз, жүрек жалғап алайық деп жаңағы ауылға бұрылса, ат басын бұрса. Ауыл барып көшіп кеткен болса, оның орнын сипап қалады. Сол кезде барады екен да, жұртындағы жатқан жүрген болса, алып, жүрек жалғайды, тамақтанады. Енді қарап отырыңыздаршы, бұл үлкен мәдениет. Бұл қазақтың жалпы дегдар, бекзада, жомарт мінезінің көрінісі. Қазақ қонақжай, қонақтың несібесін береді. Үйіне келсе құр қайтармайды. Ал үйіне келген қонақ қана емес, тек оның көшкен жұртына келген қонақтың өзінің несібесін сақтап кетіп отырған ғой. Сонда қандай дегдар мінездеңізші бұл? Қандай мәдениет? Бұл енді басқа ұлттарда бар шығар, білмеймін бірақ нақтысын. Бірақ қазақта бұндай мінез болғаннан қазақтың жалпы кім екенін тануға болады. Бұндай мінездің қазақта өте көп жақсы қасиеттері. Жалпы қол келе жатқан қонақтың несібесін үйі болса да, жұрты болса да, сол жерге қалдырып, несібесін беріп отырған болып отыр ғой. Бұның ар жағында жалпы қазақтың үлкен философиясы болады. Дінде де айтатын осы философия жалпы адамшылықтың борышы деген не деген философия? Адамшылықтың борышы басқаларға пайдалы бол, басқаларға пайда жасау. Өзің болмай қалсаң болмай қал, бірақ басқаларда болсыншы деп, өзің бірінші орынға емес, мен деп бірінші орынға емес, өзін екінші орынға қойып, айналамдағы сен бол деп басқаларға жақсылықпен қарау, мейірімділік таныту. Бұл қасиет қазір өкінішке орай жоқ. Қазір біз жағдай болса, өзімде болсын, мен болып алайын, сосын қалғандар дейміз ғой. Жоқ, бұрын қазақта бұрын ондай мінез болмаған. Қазақ айналасының бәрін көтеріп, сосын барып соңында мен дейтін болған. Енді жаңағы жүргенге жүрген білінеді деген сөзден шығып отыр. Қазақта тағы бір сөз бар. Ер азығы мен бөрі азығы жолда дейді қазақ. Ол сөз енді бөрінікі түсінікті. Енді далада жүреді, әйтеуір жолдан кезігеді ғой. Ер азығы жолда деген сөз қазақ жолға шығатын кезде бұрын азық түлік алып, жаңағы ертең қарным ашып қалмасын, жолда тоңып қалмайын деп киім алып, аштан өліп қалмайын деп тамақ алып, көбінде олай жүрмейтін болған. Қазақ айтады, менің жолдағы азығым Құдайдан болады деп Құдайға тәуекел ететін болған. Алла Тағала, мен саған тәуекел етіп шығып барам, сен мені аш қалдырмайсың дейді. Ал сөйтіп жаңағы сұрауын келістіріп сұраған кезде Құдай оның сұрауын беретін болған, әрине, себебі Құдайға тәуекел етіп отыр. Ол Құдай оның ар жағын көретін Құдай ғой. Өзі жақсы Құдай болса, ол ар жағын көретін болса, ол өзіне тәуекел етіп шығған кісіні қалайша жолдың талқысына, басқаның таласына тастап қойып қарап отырады. Жоқ, Құдай өзіне тәуекел етті, сол кезде береді деп сенген. Сондықтан да біздің ата бабаларымыз тәуекелшіл болған, Құдай деп сол Құдайына тәуекел қылып жолға шығатын болған. А біз бүгін тәуекел ете алмаймыз. Біз бәрібір Құдай деп айтқанымыз болмаса, ақырғы сәтте, осы Құдайдан ештеңе бұйырмай қалып аштан өліп қалмайын деген бір ой тұрады да, біз бәрібір қамданып, тамағымызды алып, сөйтіп шығатын болғанбыз жолға. Сондықтан да Құдай бізге бермей жатса, тағы ренжиміз. Ойбай, беретін Құдай бермей қойды деген сияқты. Сұрау келіспейді дейді, бермейті жоқ дейді Құдайдың. Сұрауын келіссе. Қалауын тапса қар жанады дейді ғой қазақ. Сол айтып отырған әңгімесі осы. Ер азығы жолда деген сөз осыдан қалған екен. Яғни Құдайға тәуекел етуден қалған дүние екен. Сіздермен болған Нұрдәулет Исағазы, қазақтың мінезі каналы. Қазақтың жақсы қасиеттері, қазақтың дегдар мінезді жайында білгілеріңіз келсе, осы каналға жазылыңыздар, видеоны таратыңыздар, бөлісіңіздер ары қарай. Лайк басып қойыңыздар.